Жамбыл облысы Сары Суу ауданы Жаңатас қаласы Мұхтар Әуезов атындағы мектеп-гимназиясының оқытушысы Момбекова Жайна Жандарбекқызы. Саламатсыздар ма оқушылар? Өзін-өзі тану пәні 3-ші сынып оқушыларына арналады. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы денсаулық құпиялары деп аталады. Сабақтың мақсаты адамзат баласының саулығы құндылықтардың дұрыс жасалуында екендігін түсіндіре отырып, денсаулықтың адам өміріндегі маңыздылығын ұғыну арқылы қиянат жасамау құндылығының мәнін ашу. Сабақты бастамас бұрын біз әдеттегідей 5 ережесін үнемі есте сақтауымыз керек. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Енді балалар, бойымызды, ойымызды жағымды көңіл-күйге келтірейік. Ойымызды жинақтап алсақ, балалар, үй тапсырмасына көшейік. Үй тапсырмасы бойынша Әдібай Табылдының «Әппақ бала» әңгімесін алдын ала оқып келу берілген болатын. Әдібай Табылды 1926 жылы 2 қаңтарда Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Жаңа Тұрмыс ауылында дүниеге келген. Педагогика ғылымының докторы, профессор. Ендеше балалар, «Әппақ бала» әңгімесі бойынша мен сендерге бірнеше сұрақ қойғым келіп тұр. Үсті басыңды таза ұстаудың денсаулыққа қандай пайдасы бар? Денені шынықтыру үшін не қажет? Сымбатты болу үшін не істеу керек? Жаны саудың тәні сау деген нақыл сөзді қалай түсінесіңдер? Сен өз денсаулығыңды сақтау үшін қандай іс-әрекеттер жасап жүрсің? Сонымен қатар балалар, Әдібай Табылдының денсаулық туралы бірнеше өлеңдері де берілген болатын. Олар табиғат емші, күн, ауа, су, дәм, асқазан, спорт, демалыс. Бұл өлеңдердің барлығы балалар мына сендердің денсаулықтарыңды нығайтуға, сақтауға, талаптарды ұстануға негіз болатын өзекті мәселелерді құрастырады. Енді осы өлеңдерді оқыған болсаңдар, балалар, мына сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Күн емші анамыз дегенді қалай түсінесіңдер? Таза ауамен демалудың пайдасы қандай? Су нағыз дәрігер деп неліктен айтылған? Ас адамның арқауы деп атаудың себебі неде? Спортпен шұғылдану неліктен қажет? Өзің денсаулығыңды нығайту үшін қандай талаптарды орындап жүрсің? Ал балалар, осы қойылған сауалдарға байланысты жауаптарыңды дәптерлеріңе жазып алуларыңа болады. Сабағымыздың дәйек сөзі. Жарлының байлығы, денінің саулығы, халық даналығы айтқан екен. Осы дәйек сөзді қалай түсінесіңдер, балалар? Жарлы дегеніміз кім? Дәйек сөздің мағынасын түсініп, дәптерімізге жазып аламыз. Сабағымыздың дәйек сөзі. Жарлының байлығы, денінің саулығы, халық даналығы айтқан екен. Осы дәйек сөзді қалай түсінесіңдер, балалар? Жарлы дегеніміз кім? Дәйек сөздің мағынасын түсініп, дәптерімізге жазып аламыз. Where'd you get them? From the trash bin?
Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Yes! 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 Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Оқушылар, мұғалім сыйы ретінде көрсетілген бейнесюжеттен не түсіндіңдер? Біз үшін өмірдегі ең қымбат нәрсе не деп ойлайсыңдар? Деніміз сау болып, ауырмас үшін не істеуіміз керек? Ойымыз, сөзіміз, іс-әрекетіміз дұрыс болмаса, балалар, біз өзімізге, денсаулығымызға қиянат жасағандығымыз. Сол себепті біз денсаулықты сақтау үшін не істеуіміз керек? Яғни, қанағатшыл болып, барымызды бағалауымыз керек, балалар. Өз ойларыңды маған кері байланыс ретінде жазып жіберсеңдер болады. Сабағымыздың келесі бөлімі шығармашылық жұмыс. Бірінші тапсырма бойынша адам денсаулығына жақсы әсер ететін іс-әрекеттерді жалғастырып жазу ұсынылған. Мысалы, күн тәртібін сақтау, көп қозғалу, жақсы көңіл күйде болу, күніне 2,5 литр су тұтыну. Әрі қарай өздерің адамның денсаулығына жақсы әсер ететін тағы қандай іс-әрекеттерді білесіңдер? Жалғастырып жазамыз. Екінші тапсырма. Оқулықта берілген суреттер бойынша әңгіме құрастырып айту. Үшінші тапсырмада денсаулықты сақтауға бағытталған пікірлерді аяқтап жазу ұсынылған. Мысалға, егер денің сау болсын десең, егер мұрның сау болсын десең, егер көзің сау болсын десең, егер құлағың сау болсын десең, егер тынысың сау болсын десең. Ал оқушылар біздің денсаулығымызға, дене мүшелерімізге зиян келмес үшін, қиянат жасалмас үшін, деніміз сау болу үшін қандай іс-әрекеттер жасауымыз керек? Осы сабақ барысындағы қойылған сауалдар, пікірлер бойынша өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді маған кері байланыс ретінде фотосуреттерге түсіріп, немесе аудиожазбамен жіберсеңіздер болады. Балалар, сабағымыздың келесі бөлімі топпен ән айту. Барлығымыз бірге Бота Бейсенованың «Бала тілегі» әнін Бал балалық, бал бұрған шақ санарман, санарман. Барлық бала армандауға жаралған, жаралған. Кел достарым, әндетіңдер, билеңдер, билеңдер. Гүлденсін деп атамекен қара орман, қара орман. Кел достарым, әндетіңдер,
Үйге тапсырма. 30 сабақ Арман Дүйсенбінің өлеңіне жазылған Ұлықпан Жолдасовтың көңілді күн әнін жаттап келу. Енді оқушылар, сабағымыздың қорытынды сәті де келіп жетті. Бүгінгі сабақтан алған игі қасиеттерімізді жүрегімізге қондырып, барлығымыз бірге қайталаймыз. Қиянат жасамау, ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет және ішкі тыныштықтың іс жүзіндегі тәтті жемісі. Осымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Хош сау болыңыздар.